Нұртас Ақтөбе облысы Мәртөк ауданы Хлебодаров жалпы білім беретін мектебінің оқушысымын. Мен жетекшім Айманбетов Шахризада Бейсенбаева. Менің ғылыми жобаның тақырыбы Ұлы Далалық ұлы есімдер Әлия Молдағұлова мен Есет Көкұлы. Мен осы тақырып таңдаған себебім екеуі де Ақтөбе облысының мақтаныштары. Әлия Нұрмұхаметқызы Молдағұлова ұлы отан соғысында ерлігімен және де батылдығымен танылған. Жастайынан ата-анасынан айырылған Әлия нағашысы Әбубәкіровтің қолында тәрбиеленеді. Өзбекстан Ленинград қаласынан оқуға барып, сояқтан майданға өз еркімен аттанады. Есет Көкұлы 1667 жылы 1749 жылдары жоңғар басқыншылығына қарсы күресте өз атын танытқан. Және де оның әкесі Көкі Батырда ерлігімен танылып, Жалаңтөс баһадүр әскери құрамында жоңғарлармен шайқастарға қатысқан. Негізгі бөлігін айта кетсек, осы екі батырдың ұқсастықтары және де ортақ қасиеттері және де ерекшеліктері бар. Ұқсастықтарын айта кетсек, екеуі де Ақтөбе облысының мақтаныштары. Әрқайсы дәуірдің батырлары болса да, қостырған ортақ қасиеті олардың өз еліне отан сүйіспеншілігі және де өз елі үшін жанын қиған батырлардың бірі болып табылады. Ал ерекшелігін айта кетсек, Әлия апамыздың фотосы болмағандықтан, оның алыс тумасын Мәскеу қаласына апарып, сояқта соның бейнесіне қарап, Әлия апамыздың фотосын салған. Ал Есет Көкұлының ерекшелігі, ол қайтыс болар алдына былай деген: мені жерлесіңдер, биікке жерлеңдер, мен сояқта халықты бақылап отырамын, ал аяғымды батысқа тіреңдер, мен келген жауды аяқпен тіремін деген. Және де біздер қорытындысына келе кетсек, Әлия Молдағұлова, Есет Көкұлы сынды батырлар қазір көп азайып жатыр. Сондықтан біздің өнегелі жас ұрпаққа үлгі болсын деп, біз жасанды интеллект арқылы виртуалды видеолар жасадық. Солайынан қазіргі балалар осы видеоларды қарай алады. Ата, анау кімнің ескерткіші? Ол Есет батыр балам. Ол елін қорғап, халқын ерлікке шақырған. Батыр ата-бабаң қорғаған жер сендерге аманат. Ал сен оны жүрегіңмен қорға, балам. Ата, ал мына апай кім? Бұл Әлия Молдағұлова. Ол жас болса да, ел үшін ерлік жасаған батыр қызымыз. Демек, мен де батыр бола аламын ғой, ата? Әрине балам. Батырлық деген мейірімді, адал болу. Елің мен жерің үшін аянбай еңбек ету ең үлкен ерлік. Батыр болу үшін қолыңа қару алу шарт емес. Жүрегіңде отанға деген сүйіспеншілік болса, адал еңбек етіп, айналаңа жылу сыйлау, міне бүгінгі күннің нағыз батырлығы. Сонымен Көтібарұлы Есет бабамыз тарихқа келеді, яғни дүниеге келеді. Сонымен ол кісі сол Исатай мен Махамбет бабаларының заманында өмір сүрген. Яғни орыстар мен қазақтың арасында жаңағы күрес қызу қанды жүріп жатқан кезде, нағыз осы қызу қанды жүріп жатқан кезінде, осы халыққа танымал болған тарих сахнасына шыққан батырларымыздың бірі, атақты батырларымыз. Иә. 18 ғасырдың аяғы, 19 ғасыр. Сіздің қызыңыз сияқты болып 1700 жылдардың аяғы, 1800 жылдардың ортасына дейін осы Есет Көтібарұлы бабамыздың өмір сүрген.